Хабиб төбелесті қойып топ қууға көшті. Қуып кетпеді ме? Сөзімізге дәлел, кеше ғана мәскеулік Спартакпен футбол ойнаған екен. Кім білет, ауысып қалар етке, сорпа бетке. Бірақ мұсылмандарға свинина харам емес пе? Харам. Аптаның басты жаңалығы. Фрэнк Лэмпард Челсиден қуылып, орнына Тухельдің келуі. Сұхбатында Фрэнк былай деді: "Менде Челсиді жаңа деңгейге шығару үшін жеткілікті уақыт болмады." Клопқа соңына дейін сенген Ливерпуль мұны көргенде: "Сложно. Непонятно." Лэмпардта тіпті командамен қоштасуға да мүмкіндік болмады. Ол күні Челси базасы жабық болған екен. Челси, білем, нәтиже қажет. Бірақ неге сонша асығасыңдар? Асықпа, жаным асықпа. Ал Тухель кеше дебюттік матчын өткізді. Вулверхэмптонға қарсы кездесуде көктер 820 дәл пас шығарып, допты бақылауда 78,9% танытқан. Бұл клуб рекорды. Келе салып рекорд жасағанымен Челси бұл ойында гол соқпады. Вулвызда. Короче, 0-0. Лэмпардта ничья ойнап бере алады ғой. Ага. Миландық дерби. Интер Миланда 2-1 нәтижесімен жеңіп жартылай финалға шықты. Нәтижені қоя бер, мұндағы қызық мынада. Десем, братан, қой деп айттым. Мен де саған қой дедім қазір. Десем, боқтаған жоқ дейді. Аузынан бір ауыз боқтасы шыққан жоқ. Қыспай мен қойдым. Қыспасаң қойна. Анықталғандай, Лукаку Ибраның өзіне және оның әйеліне тіл тигізген. Ал Ибра трибунасында қайта жолғамыз деп жауап беріпті. Қызық, төбелесті ме екен? Бұл төбелес октагонда орын алса, Хабиб пен Конордың бойы жолда қалар еді. Кім жеңер еді мына сізше? Пікір комментке. Доедешь, пиши. Месут Өзіл Фенербахчеде және клуб сапындағы жаңа нөмірін таңдады. 67. Қызық, неге 67? Алдына лучше тағы бір 6 қош жүріп, Арсеналға 667 деу керек сразу. Поняли? Ладно, продолжим. Арсенал демекші, олар дәл осы позицияға Мартин Эдегорды Реалдан жалға алды. Зидан бағаламаған ойыншылар көп жағдайда мықты игрокқа айналып жатады. Эдегорда сол тізімнен көрініп қалар бәлкім. Сәттілік Арсеналда және Арсеналға. Бүгін 43-ке толған Джанлуиджи Буфонның Ювентуспен келісім шартын ұзартып, А сериясындағы ең қарт ойыншы атануға ниеті бар. Ол 50 жасқа дейін ойнайды әлі. Бұл әзіл емес. Может тіпті одан да көп. 2050 жыл. Тағы бір жылға ұзартсам деймін контрактты. Ювентуста ойнаған ең алғашқы пенсионер атанғым келеді. Манчестер Юнайтед АПЛ-дағы 13 матчқа созылған жеңіліссіз сериясын тоқтатты. Кімнен жеңілді? Шеффилд Юнайтедтен. Юнайтедтен бе? Жоқ, Манчестер Шеффилдтен. Солай дешиш? АПЛ-да адам түсінбейді. Бірінші тұрған команда соңындағысына жеңіледі. Шеффилдтің бұл осы маусымдағы екінші жеңісі ғана. Браво, Крис Уайлдер. Ситиге тамаша жол ашып бердің. Ал сіз қалай ойлайсыз? Биыл АПЛ-да Сити чемпион бола ма? Дұрыс сабатшы. Аузыңдақшы жалмалы. Бұл клуб рекорды. Нәтижені? Қызық, неге 67? Ол 50 жасқа дейін ойнайды. Қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай терлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.